2025 жылында мал шаруашылығы саласы үшін табысты жыл болмақ. Соңғы 2 жылдың өзінде 2023-2024 жылдары жалпы көлемі 20 миллиард теңге аталған салаға бағытталды. Бұл өз кезегінде жаңа сүт тауарлы фермаларын құруға, кеңейтуге және бордақылау алаңдарын салуға мүмкіншілік берді. Ағымдағы жылда аталған салаға серпін беретін жаңа қаржылық құрал іске қосылмақ. Бұл бордақылау алаңдары және сүтті, етті қайта өңдейтін кәсіпорындарға айналым қаражатын толықтыру үшін жеңілдетілген 5%-бен жеңілдікті 5% мөлшерлемемен берілетін несие іске қосылмақ. Бұл тауар өндірушілерге қайта өңдеу кәсіпорындарына шикізатты сатып алуға мүмкіншілік береді.